Құрметті қазақстандықтар, мен Талғар медициналық колледжінің 401-9 топ студенті Сулейменова Айгерім Бекболатқызы. Қазақстанда болып жатқан індетке байланысты студенттер қашықтықта оқудамыз. Қазіргі кезде көз өте күрделі жүйе болып табылады. Көру арқылы біз әлемді танимыз, білім аламыз. Көру ағзалар зақымдануы соқырлыққа және де мүгедектікке әкеліп соқтырады. Сондықтан да көз жарақаты өте актуальды проблема болып саналады. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы конъюнктивит аурулары, трахома, мөлдір және ақ қабық аурулары көз ағзаларының зақымдануы болып табылады. Конъюнктивит ауруы дегеніміз көздің шырышты қабығының қабынуы болып табылады. Ол көз ауруларының 3/1 бөлігін құрайды. Конъюнктивит аурулары екіге бөлінеді, созылмалы және де жедел болып бөлінеді. Этиологиясына байланысты бактериялық, хламидиялық, вирустық, сауропластық және де аллергиялық болып бөлінеді. 401-9 тобының студенті Сейтқазин Ертай. Көз жарақаты кезіндегі көмек және күтім. Жалпы көз жарақаты кезінде көмек ол жарақаттың түріне байланысты және оның көлеміне байланысты болады. Көз жарақатының түрлеріне келсем, ол бірінші механикалық жарақат деп бөлінеді, екінші химиялық жарақаттар және үшінші тағы да басқа жарақаттар болады. Бірінші механикалық жарақаттарға келсем, ол соққының әсерінен болады. Бұл жағдайда ауырсыну болса, ауырсыну қарсы анальгетиктерді қолдансақ болады және көзге антибактериалды тамшылар тамызып және де оны офтальмологқа жеткіземіз. Содан соң келесі түрі ол химиялық жарақат. Ол химиялық жарақат кезде ол көзге қышқылдар, сілтілер немесе тұрмыстық жағдайда қолданатын уксус, мысалы әтір, желім көзге түсіп, сол жерде жарақат тудыруы мүмкін. Бұл жағдайда 15-20 минут сумен шайсақ болады. Содан соң офтальмологқа және де термиялық жарақаттар болады. Болып табылады. Бұл жағдайда пардың әсерінен болады. Және де бұл жерде тек қана көз емес, оның айналасындағы терілерде зақымдалуы мүмкін. Бұл жағдайда айналадағы терілерді өңдеп, антибактериалды майздарды жағып, таңғыш байлап, көзге антибактериалды тамшыларды тамшылатып, асептикалық таңғыш салып, офтальмологқа жеткіземіз. Және де сіреспеге қарсы сары суды енгіземіз. Келесі түрі ол көзге бөгде зат түсуі. Бөгде зат ол өзара, бөгде заттың өзі әртүрлі болады. Ол бөгде зат үлкен болуы мүмкін, кіші болуы мүмкін көлеміне қарай. Және де осы бөгде зат үлкен болып және көзден шығып тұрса, ондай жағдайда біз сол бөгде затты тез алмауымыз керек. Бұл жағдайда көзге иммобилизация жасау үшін таңғыш салып, офтальмологқа жеткіземіз. Талғар ауданының медициналық колледжінің 401 емдеу ісінің студенті Дайымбетов Мади Мұхитұлы. Қазіргі індетке байланысты қашықтықпен оқу бағдарламасымен оқып жатырық. Көз күрделі жүйе, аурулары да сан алуан. Көздің қасан қабықтың қабынуымен сипатталатын көздегі патологиялық жағдай кератит деп аталады. Жіктелуі екіге бөлінеді: экзогенді жіктелу, эндогенді жіктелу. Экзогенді жіктелу қасан қабықтың эрозиясы, физикалық, химиялық, механикалық жарақаттардың әсерінен болатын кератиттер. Этиологиясы бактериалды инфекциялық кератиттер, қабықтың, конъюнктиваның, мейбиоф безінің қабынуының салдарынан болатын кератиттер. Эндогенді кератиттер, инфекциялық кератиттер. Инфекциялық кератиттер туберкулезді, гематогенді және аллергиялық болып бөлінеді. Мерездік, герпетикалық кератит болып бөлінеді. Нейропаралитикалық, авитаминозды және этиологиясы белгісіз кератиттер болып бөлінеді. Құрметті қазақстандықтар, мен Талғар медициналық колледжінің 401-9 топ студенті Көкен Самал. Қазіргі уақытта Қазақстанда болып жатқан індетке байланысты студенттер қашықтықта оқудамыз. Көз жарақатының түрлері. Көз жарақатының түрлеріне көз ұясының жарақаты, қабақ жарақаты, бөгде заттың енуі, термиялық күйік, химиялық күйік және кератиттер жатады.
Қайырлы кеш. Мен Талғар медицина колледжінің 401 емдеу тобының студенті Бектасов Елдос. Тақырып: көздің мөлдір қабығының зақымдалуы. Көздің мөлдір қабығы көз структурасында өте маңызды рөл атқарады. Мөлдір қабықтың зақымдалуы көбінесе қоршаған ортамен тығыз байланыста жүруімен түсіндіріледі. Мөлдір қабықтың қабынуы кератит. Кератит абсолютті, салыстырмалы және аралас болып үшке бөлінеді. Мөлдір қабықтың жиектік жарасы. Бұл ауру лимбаның жиегінде бетке кіші инфильтраттың түсуінің нәтижесінде көзде ауқымды айқын контурлы жаралар пайда болады. Бұл аурумен көбінесе қарттар жиі ауырады. Емі инфильтраттық этиологиялық факторды жою. Мөлдір қабықтың жылжымалы жарасы. Бұл ауру мөлдір қабыққа бөгде заттардың түсуінен пайда болады. Бұның қоздырушылары френкель пневмококі, стафилококк, стрептококк және көк іріңді таяқшалар болып табылады. Инфильтрат домалақ, сұр жасыл түсті болады. Емі стационарлық түрде нәтижесін жақсы береді. Сонымен қатар туберкулездік кератит, сифилистік және герпестік, сонымен қатар самарқұлақтық терең диффузды кератит болып табылады. Осындай аумалы билік кезінде колледж ұжымына, бізге білім беріп жатқан ұстаздарға, топ жетекшімізге және топ студенттеріне алғыс айтқым келіп отыр. Еліміздің амандығын ойлап, бір адамдай атсалысып, үйде отырып, бір-бірімізді қолдап, біздің бірге екендігімізді көрсетейік. Қазақстан Республикасының азаматтары, біз сіздердің үйде болуларыңызды сұраймыз. Біз біргеміз, біз үйдеміз.